аз уақыттың ішінде көп құлшылық қылуға болады. Емес па? Шейх Ибн Атауилля Сакандари рахималла былай дейді: егер де өміріңді бос нәрсемен өткізіп алсаң, сол бос нәрсені өткізіп алған нәрсеңді құлшылықпен толтыр дейді. Ал оны қалай толтыруға болады? Бір құлшылықтар бар, уақытта аз алады, көп уақыт алмайды, бірақ та мысалы ұзақ жылдары бойы жасағандай сауап жазылады екен. Мысалы айтайын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: кімде шам намаздан кейін 6 ракат намаз оқитын болса, 2 ракаттан 12 жыл құлшылыққа тең дейді. Ойлансаңшы, Алланың мейірімі ғой. Тағы бір хадистер бар: кімде кім Алланың жолында, яғни бір жорыққа дайындалып, бір атты бағатын болса, онда осы жасаған істеген тірлігі дейді 1000 күннен де құлшылықтан артық дейді. Көрдіңіз, яғни 1000 күн құлшылық қылғанға тең болады. Онда хадистер көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: жұма күні жұма намазға ерте келіп, имамды тыңдаса, бос нәрсемен әуре болмаса, онда үйден шыққан әрбір қадамына дейді 1 жыл ораза және 1 жыл түнгі намаз оқығандай сауап жазылады. Көрдіңіз ба? Міне осындай мүмкіндіктерді жібермей алу керек та. Бұл мүмкіндікті пайдалану керек, дұрыс пайдалану керек. Алла Тағала біздің үмбетке осындай артықшылықты берді ма, сол үшін қадір түні құлшылықпен, ғибадатпен өткізетін болсақ, біз басқа үмбеттен де не көп құлшылық жасағандай боламыз. Көрдіңіз ба? Сол үшін пайғамбарымыз айтады: кім бұл қадір түнін айттық қой бағана өткізіп алатын болса, онда махрум болады. Махрум деген сөз сауаптан махрум қалды. Көрдіңіз ба? Сол үшін бұны барынша не өткізу керек, сауаппен, құлшылықпен, ғибадатпен.